Бақытсыздық та табиғи апат секілді. Қайдағы қамсыз сәтіңде сап ете қалады. Жасы 40-тың екеуінен асқанда Ақаш ойда жоқта сұмдыққа ұшырады. 20 жыл отасқан зайыбы жүйке ауруына шалдығып, үмітке толы өмірі бірақ күнде ұйқы-тұйқы болды. Тірінің күйігі өлікінен ауыр екен, ол дегеннен ұқты. Өліге қанша қаусап қайғырғанмен шарасыздығыңды көріп еріксіз қатаясың да әрекет қыласың. Ал тірінің дерті күнде жаңаланып, жаныңды кеулеп, үңгейді де жатады. 3 жылдың ішінде әйелінің халі Ақашты сансыратты да, көндіктірді де. Есеңгіреген күйден енді ес жия бастаған шақта үй шаруасының негізгі ауыртпалығын арқалап жүрген үлкен қызы тұрмысқа шықты. Құда жекжаттармен араласып құраласып жүргенде қымбат дейтін құдашасымен әзіл қалжыңы айрықша жарасып қалды. Ол өзі Ақаштан 10 жас кіші, бір ұл бір қыз туған, кәдімгідей кәнігі әйелді. Күйеуі бір құрылыс мекемесінде бөлім басқарады екен. Ақаштың аңғарғаны, әйел ішімдіктен алыңқырап, айтыңқырап отырғанды ұнатады да, есесіне күйеуінің ішкен сайын үні өше береді. Әйтеуір әйелінің алдында жүзі төменшік. Не құдай атып, көңілдесімен әшкере болып қалған, не жөндеп әйелінің айызын әлі қандыра алмай пақыр. Не әйелі барлықпен тоқтықты көтер алмай, істініп кебініп жүрген бәле. Қалай болғанда да құдашасы құрғыр Ақаштың көңілін алаңдата берді. Ақашты арбаған күш, әсіресе қымбаттың көзімен сөзі. Елден қысылмай, құдашадан құдай атқан құрғалады құдай атып қалмасын, қамданыңыз, дейді күліп. Оны жұрт әрине әзілі де бұғады. Ал Ақаш соны айтқанда көзінің ағы мен қарасын бір аунатып жібергенін көріп, шынында да қамданыңыз деген қалмаушылығы, қамшылауы екенін аңғарады. Ошақтағы шаланы лақтырып жіберсең, от әуелі лып етіп, артынша аққан жұлдызша жіңішкеріп барып сөнеді ғой. Жалт қарағаныңда, қымбаттың да жанары сәулелі із тастап, созыла барып үзіледі. Сол әдемі көрініс көзін суыртып, есінен кетпейді. Әзілден әріге кетіп, Ақаштың ойы шындап бұзыла бастағанын қымбат та аңғарған секілді. Соңғы бір отырыста, бізде басы бос 2-3 әйел істейді, солармен сізді таныстырайыншы, деп тайсақтады. Онысын Ақаш дұшпан көзі қылып жасаған айласы деп ұқты. Өйтіп жеңгетайлық жасасаңыз, құдашалық міндеттен құтыласыз деп бірден ығына жығылды. Сізге әрқайсысын бір-бірлеп таныстырамын. Кездесетін жеріміз тек ресторан, дейді қымбат, өзінше мұны шоштарлықтай шарт қойып. Сіздің меселіңізді қайтармаспыз, деді Ақаш, бәріне дайын ыңғай танытып. Әрбірінің артынан өзіңізбен оңаша тағы отыруға да қарсы емеспіз. Қайдам деген қымбат Ақаштың бет жүзіне көз сығырайта сынай қарап, келіншектердің де құрысын өзіңде қоса құры деп қоңқылдап жүрмесеңіз жарады ғой. Әзілдің астарында шындығы да барын білдіргісі келіп, қоңқылдарым бар, қолқа салмас едім ғой, одан да бұлдана бастағаныңды мойындасаңшы, деп қасақана өкпен қартты. Сол сөзі нысанаға дөп тиген секілді, қымбат тегі әзіл де айтпай, дәл алдағы дүйсенбіде Гүлшара деген келіншекті кешкі 6-да Алатау ресторанына алып келуге ант ішіп уәде берді. Гүлшара қымбаттан да жас болып шықты. Қымбаттың айтуына қарағанда күйеуімен ажырасқанына 4-5 айдан асыпты. Әйелім осындай болса екен дейтіндей-ақ әп-әдемі. Есі дұрыс еркек айырылатындай адам емес. Билей жүріп, Ақаш суыртпақтап сыр тартты. Күйеуіңіз сірә сізді қызғанған болар. Қызғанды, әлі де қызғанады. Демек, сүйетін болды ғой. Солай шығар. Ойбай-ау, енді неге бүйтіп жүрсіз? Сіз мені күйеуіммен қайта табыстыруға міндет алып едіңіз. Әйелінің әзіл екенінде, шын екенінде дауыс ырғағынан ажырата алмай, Ақаш бір сәт аңырып тұрып қалды. Солақ екен, сұрақты Гүлшара өзі жаудыртты. Кешіріңіз, асық айтыңызшы. Сіз үйленетін әйел таңдап жүрсіз бе, әлде ермек қылатын біреу іздеп жүрсіз бе?
Қымбат айтқан шығар, менің әйелім 3 жыл болды, ауру. Үлкені күйеуге тиген соң, қазір үйде 2 қызымның қолына қарап қалдым. Шешелері көз алдында отырғанда, оларды ренжітіп, қалай үйленем? Түсінікті, әңгіменің ашығы жақты. Айтыңызшы, әйелің үстінде сізді қажет қылады ма? Жоқ, оған менің көз алдымда жүргенім де жетеді. Ауру ұстағанда ыдыс аяқты шағып, үсті басын жұлып, әлек салмай ма? Жоқ, өмір етіп көрген емес. Әлденені іздеп, соны таба алмай жүрген адамша ауық-ауық аңырып қалатыны болмаса, сырт көзге тегі ауру екенінде сезілмейді. Сөзі қалай? Көп сөйлемейді. Сөзінің кейі дұрыс, кейі қиғаш, жағдайға қарай. Түсінікті, тамақты кім жасайды? Қолдағы қыздарымның үлкені, ол студент, кішісі 10-шыда. Қайсысы бұрын келсе, сонысы жасай береді. Өзімді ептеп араласам, анда-санда шай беруге әйелімде жарап қалады. Әйтеуір, ілдәлі тірлік қой. Басқа түспен соң баспақшыл болады екенсің. Бәріне көндік, бәрін үйрендік. Әйеліңіз ауырғалы бері көзіне шөп салмағаныңыз рас па? Жоқ, салғам жоқ. Ал сізші, ондайдан амансыз ба? Ондайға өлсем де бармаймын. Некелеспеген еркектің қойнына жата алмаймын. Сізге де айтарым сол. Басыңыз бос болса ғана маған қолқа салыңыз. Әйтпесе өзіңіз де әуре болмаңыз. Мені де әуре қылмаңыз. Бидің ырғағынан ақаш жаңылып барып түзелді. Келіншек білінер-білінбес күлім еткендей болды. Әйелді батыл бауырына тартып, құлақ түбінен иіскеп тұрып: «Мен сіздің ашықтығыңызға қатты ризамын», деді сыбырлап. «Титтейде өкпем жоқ, сіз де сөкпеңіз. Мұндайда ренжіспей түсінудің өзі үлкен олжа». Келесі биге Ақашты қымбат өзі шақырды. Сөзді де өзі бастады. Не дейді? Алмайтын адам аулақ жүрсін дейді. Бір көргеннен сыр бермейін дегені шығар. Жоқ, олай емес. Әлі жас қой, күйеуге тием деген үміті бар көрінеді. Ондай үміті болса, сізді әуре қылма демей ме маған? Үйленбейді, әйелі ауру деп ашып-ақ айтқанмын. Екі ортада алдап, арағыңызды ішкендей, мағанда ұят болды ғой. Еш ұяты жоқ. Оған қысылмаңыз. Бүйтіп көңіл көтергеннің өзі не тұрады? Дегенмен жас келіншектің құшағына кірмем-ау деп дайындалып, үміттеніп қалдыңыз ғой. Әрине, үмітсіз шайтан емес пе? Десіңіз қайтпасын, тағы бір келіншекті көрсетсем, ол бұдан дәлде қайда демі. Мен әдемілікті өзімше түсінетін адаммын. Жанның, мінездің әдемілігінсіз еш әйел әдем болмайды. Кім біледі, солай болса солай шығар. Бірақ менің ойымша қалай дегенмен де әлемнің аты әдеміден тұрады. Маған мысалы, сіздің әдемілігіңіз ұнайды. Ой-бой, сіз онда адам танымайды екенсіз Құдеке. Біз деген батпаққа белшеден батып, ақ жер қалмаған адамбыз. Сонда қалай? Күйеуіңізден басқа менде күнәға көп батып жүрсіз бе? Жоға, 10 жыл әйел болғанымды айтам. Қызық екен, әйел болу батпаққа бату ма? 10 жыл қатын болған әйел сіз үшін енді қалайша таптаза адам болады? Өйтіп өлшесек, нағыз былғаншыққа батқан біз боламыз да. Еркектің жөні басқа. Ақыр әйел батпаққа батып жүреді екен, сіз де менімен бірге батып-батып алсаңызшы. Ол үшін ұзақ ойлану керек. Олай дегені әрине келіскені. Тақымдап, дәл қазір кесікті уәде алып қалған дұрыс па, жоқ кейінге қалтырып асықпағаны ақыл ма? Ақаш осы жағдайда дағдарды. Ойлап, шешімін таба қоятын жұмбақ емес қой. Жүректің соғысына қарап-ақ қабақ танытпайсыз ба? Бір алдаған жүрек тағы алдаудан қатты қорқады. Жұмбақтамаңызшы, сізге кім алдап жүргені және кім сізді алдап жүр? 10 жыл өмірім алданышпен өтіп келеді. Қойыңызшы, Гүлшараның қасына барайықшы. Екеуі дастарханға бейбітпей оралды. Қымбатта бір сыр барын, сол сырды айтқызса қақпанға түсейін деп тұрған әйел екенін Ақаш ішкі түйсікпен аңғарды. Енді ол Гүлшараға жалпақтамай, ресторанның алдында қымбаттың көңілін аулай сөйлеп отырды. Рестораннан шыққан соң жаяу барайық, таза ауа жұтайық деп қымбат Ақашқа такси ұстатпады. Алматының маужыр, жылы күзі жаяу қыдырысқа қолайлақ. Оның үстіне екі келіншектің үйі де онша қашық болмай шықты. Масаң әйелдерді қолтықтап жүру Ақашқа ауыр тиді. Денелерін салқынға тосып,
Екеуі де сырт киімдерін түймелемеді. Үстілеріне жаққан, шаққан жұпар иістері басын айналдырады. Гүлшараға еңкейе сөйлеген сайын, екінші жағында келе жатқан қымбаттың ашық-шашық омырауы егінің астынан ағараңдап, әйелдің ашық тәнін 3 жыл аймаламаған еркекті есінен тантыра жаздайды. Даланың ауасының әсер етті ме, сыртқа шыққан соң Гүлшара көтеріңкілеу мінез байқатты. Үйіне жеткізер кезде Ақашты қолынан сүйреп күтпеген қылық көрсетті. «Жүріңіз, бас сұғып қана шығыңыз», деді өтініп. «Есіктің алдынан кеткендеріңіз ұят шығар». Шынында да ұят сияқты көрініп, Ақаш қысыла қымтырыла үйіне кірді. Кірген соң босағада аяғын шешті. Қонақжайлық көрсетіп, Гүлшара сырт киімін ілді. 2 бөлмелі үйдің залына отырғызып, дереу өзі ас үйге қарай жүгірді. Қуыс үйден құр шықпа деген, дыз еткізіп шай қойып жіберейін деп қояды. Қымбаттың халі аяғын шешіп диванға жақындауға әзер жетті. Жантая бере құлап, сол күйік тұяқ серіппей шалқасынан сұлқ жата кетті. Оны көріп, Ақаштың жеңіл масаңдығы қолма-қол тарап үлгерді. Ыңғайсыз жағдайдан ұятқа қалмай құтылуды ойлады. Гүлшарадан рұқсат сұрамаққа тұра бергенде сол еді. Оның өзі асығып, есіктен сөйлей кірді. «Қазір қасқағымда дайын болады, қомпаңдамаңыз». Қорыққан адамша бағынып, Ақаш қайта отыра қалды. Үстелдің үстіне дастархан жайып, асадалдан ыдыс әкеліп қойып, Гүлшара шай әзірлігіне кірісті. Ту сыртынан ішіп жеп, Ақаш оны өне бойына әлдене іздегендей тінте қарады. Тік сөйлеп, тіке кеткені болмаса, жаман да әйел емес сияқты. Майысқақ мүсіні миына ыстық толқын шарпытып, құмарлық отын қау-қау үрлейді. Ашық омырауы шырын толтырған торсықтай томпиып, диванды деммен тербетіп қымбат жатыр. Сымбатымен сиқырлап, тұла бойын толған тәттілік дегендей тоқмейіл басып Гүлшара жүр. Ашқарақ нәпсі дәмеленіп, екеуіне алма кезек жұтынады. 10 жыл өмірім алданышпен өтіп келеді дегеніне қарағанда, қымбат күйеуіне риза емес әйел. Сондықтан онымен тіл табысу бәлкім оңайлау. Тағы оның бір жола менікі бол дейтін үзілді-кесілді талабы да жоқ. Басы бос, өз еркі өзінде дегенмен Гүлшарамен тіл табыса қою қиындау. Айтарын ол бірден ашық айтты. Қайта оралып, қадірін кетірудің керегіне. Әлде қайта оралып, тағы өтінсе екен деген қылығым екен. Сәл ішілген ауыз ашық коньякпен бір шампанды үстелге қойды да Гүлшара қымбатты жұлқылап оятты. Кетеуі бір кеткен соң түзелуі қиын екен. Қымбат бір рөмкеден кейін-ақ тілі күрмеліп сала берді. Осыдан-ақ қона сал, мына түріңмен қайда барасың деп Гүлшара тоқтатпақ болып еді, оған көнбеді. Құда қона жатсын, мен үйіме барайын деп есікті тәлтіректей беттеп ашты. Құданың қонатын ойы болғанмен қонуға шарты келмей тұр. Соны айтты да, Гүлшара солай емес пе дегендей Ақашқа қарап иегін қақты. Гүлшараға өзінің ұнамағанын Ақаш сол жерде анық түсінді. Сірә оның басың бос емес деген емеуірінде әншейін сылтау, ұнатпағанын бір кемелеген әдіс. Намысқа да ұқсайтын, ашуға да жақындайтын бұрқақ сезім кенет басына шапты да лып басыла қалды. Кімді ұнату-ұнатпау әйелдің өз қақысы екені есіне түсті. Қымбаттағы такси шақыртпады. Сыртқа шыққан соң көшеден ұстамақшы болды да, таза ауада бой сергітіп жаяу жүргісі келді. Ақашқа аяқ асты ой түсті. Өзі сияқты басыбайлы бола алмайтын адамға қымбат секілді басы бос әйел лайық. Сол ойдың ырқымен қасында келе жатқан әйелді қапсырақ құшақтап алды. Қарсылық байқалмады. Мастықпен аңғармады ма, әлде өзі соны қалады ма, ол жағы белгісіз. Шын ренжісе мастыққа сүйей саларым деген оймен әйелді Ақаш бауырына икемдей тартып тоқтай қалды. Әлден шығарған адамша денесін қымбат сұқ тастап кеудесіне басын сүйеді. Қозғалмайды. Неге тоқтадың деп сұрамайды. Тұрған қалпы ұйықтап кеткен секілді. Еңкейіп әйелдің бетіне қарамақ еді, коньяктың иісін, әтірдің жұпары жеңіп кетті.
Сүйгелі еңкейді деп қалды ма, қымбат бегдің иегіне тақап шалқая берді. Көшенің көмескі жарығы жұмулы көзін дірілдей тілінген ернін анық байқатты. Тым өрескел болмайын деп Ақаш әуелі бетінен тақады. Қымбат көзін ашып тартына берді де ерінге ерін тура кеп сүйкенген сәт көзін жұмып сәл ыңырси күрсінді. Демдерін орта жолдан үзіп екеуі тұншыға бұлқынып ұзақ сүйісті. Бір кез құшағынан Қымбатты босата беріп не дерін білмей қысылғаннан қайтадан бауырына тартып қайтадан Ақаш ұзақ құшырлана сүйді. Кенет мастығы тарап «Ұят-ай, ұят болды-ау» деп құшағынан босаған бойда Қымбат бетін басып теріс айналды. Білегінен тартып бері қаратып еді, чұлқына босанып жүгіре басты. Үлкен жеңіске қол жеткен қолбасшыдай жымың-жымың етіп Ақаш артынан ақырын аяңдады. Қымбат ұзамай оңға бұрылды. Қайда кіріп кеткенін көрмей қаларым деп Ақаш артынан ентелей ұмтылды. Келесі көшені кесіп өте бергенде қуып жетіп Қымбатты қолтықтан ұстады. «Ұстамаңызшы, көршілер көріп қойса ят. Әдей аңдыған біреу болмаса, осы уақытқа дейін кім ұйықтамайды? Сонда да ұстамаңызшы, енді кете беріңіз, рахмет, ары қарай өзім барам». «Жоқ, болмайды. Мен сыйғылсам сыпыра қылатын адаммын. Есіңізден енгізіп жібермей, үйге қайтпаймын». Кенет бір күдік сап ете қалды. Осы қалпы қайтып кетсе, мына әйел айнып қалып, енді қайтып жолықпай қоятын тәрізді. Қолайлы түнді қолдан шығарып алмауға бекінді. Шынымды айтсам, жаңа ғана бастан кешкен бақытымның не өң екенін, не түс екенін әлі ажырата алмай тұрмын. Сіз соны бақыт деп санайсыз ба? Ендіше, сүйісіп құшақтайтын, сүйіп аймалатын әйелі жоқ еркекті бақытсыз дейтініміз рас па? Ондай әйелге жолыққан мен ендеше неге бақытты емеспін? Әлде сенікі жай мастық па? Мастық болса мастық шығар, өзім де білмеймін. Сіз еркексіз, сізге жарасады. Менікі не? Құрысын, ұмытыңызшы, арамызда ештеңе болған жоқ деп есептеңізші. Мен үйтіп өзімді өзім алдамаймын. Болған нәрсені болмады дегеннің не өзгеретінін айтыңызшы. Өзгермесе құрысыншы, қойыңызшы. Менің күйеуім бар, сіздің әйеліңіз бар. Ұят емес пе? Ұят екені ұят әрине, бірақ бір-бірімізді ұнатып қалғанымыз өтірік пе? Жаңа сонда бір-бірімізді жек көргеннен сүйістік пе? Есіме салмаңызшы, сау болыңыз. Қымбат, тоқташы. 5 қабатты үйдің бұрышын айнала берген әйелді қолынан тартты. Қымбат, бүгінгі түнді ұмыт дегенше мені одан да өлтіріп кет. Егер осының бәрін мастыққа, тағы бір әлде қандай өкінішті сезімге жатқызсаң, онда сен мені ақымаққа санағаның. Олай ойласаң ашып айт. Ыққа тығылған ел құсап бүрісіп, әйел аяқ асты мүләйім болып қалды. Ендігі сөздің артық боларын Ақаш дер кезінде сезді. Баяу, зорлық деуге жатпайтындай әлсіз тартыспен Қымбатты өзіне жақындатты. Қайда икемделіп бара жатқан әйел бұл жолы бас ашық аңғарды. Ұялыстан көзін жұмып, алақанымен итергенсіп Ақашты бетінен сипады. Құда мен құдаша осы жолы ұзақ сүйісті. Ертесі Ақаш түске таман телефон соқты. Аман есендігін тәлпіштей сұраған соң ғана ептеп әзіл тастады. Түнде кеш оралғаныңыз үшін таяқ жемедіңіз бе? Ол кісі үйде болса, бізге кешігетіндей, кешегідей қыдыру қайда? 2 баласын алып ауылға кеткен, бүгін ертең келіп қалатын шығар. Өкініштен Ақаш ұзақ үндей алмай қалды. Қап Құдай-ай, қалай ашық ауыз еді. Бәсе, үйде күйеу күтіп отырған әйел үйтіп мұнымен ресторанға бара ма? Тух, есігіне дейін ертіп барса, кеудесінен итеріп үйінен шығармас еді ғой. Ол кісі келіп қалғанша ойнап күліп алайық, бүгін өзіміз оңаша барайықшы. Ойынның азы жақсы, бастың тазы жақсы, әрге бармай-ақ тұрғанда қояйық та. Соны асықпай отырып ақылдасайықшы. Кеше көп ойымды айта алмадым. Сұрайын деген көп сырым бар. Сізді ел таниды. Мен ғой көптің бірімін. Зияным теме деп қорқам. Мен сенен айырылып қалам ба деп қорқам. Кешегі жерде, кешегі уақытта жолығайықшы. Бір үстелдің басында әңгімелесіп отыруға қақымыз жоқ беді. Апырмай, ұят болды-ау, қинадыңыз-ау. Жарайды, айтқаныңызға тағы да бір рет көнейін. Көнейін дегенін Ақаш кең мағынада ұқты.
Аздап күдігі болғанмен, Құдай бұйыртса Құдашан бүгін біржолата берілер деп күтті. Тәтті үміттің жетегінде Қымбаттың бұл қылығына жеңіл-желпі болжау да жасады. Әй, бұл әйел менен бұрын да бір-екеудің бауырынан өткен болар. Солай ойларын сезгендей, кешкісін Қымбат та сөзін бір жерден осы ыңғайда бастады. Сіз мені бір бұзылған әйел екен деп ойлаған шығарсыз. Бұзылған екенім бұзылған ғой. Бірақ сізден бұрын бүйтіп, бөтен еркекпен ресторанға келген емеспін, деді үстел басында отырар-отырмастан. Осы ісімнен өзім сұмдық қорқам. Бірақ неге екенін сіздің сөзіңізді жерге тастай алмадым. Сіз бәрібір оған сенбейсіз ғой. Ақталғандай осының бәрін неге айтып отырғанымды өзімде білмеймін. Қолын шымши уқалап, көзі шыпылықтап, орнынан ұшып түрегелді. Бұдан да көшеде жүріп әңгімелесейікші. Жарайды енді, отыршы, ел көріп тұр, ұят болар. Қиюы қаша жаздаған отырыс 2-3 рөмкеден кейін қайнап жүре берді. Әуелде ішке түскенін іштей қалап отырған Ақаш біраздан кейін мас болып қап, ұят болама деп қорқты. Манағы ұялшақ әйелден бірте-бірте жұрнақта қалмай барады. Биге шығар-шықпастан-ақ қазір мұны мойнынан құшақтап алды. Обалы не керек, әйтеуір әдемі билейді. Ақаш әдейі сүйкене билеп, мойнынан самайынан сан рет сүйіп, сан рет иіскеді. Білгеніңді істе дегендей бетінен қақпады. Екеуі ресторан жабылар кезге дейін отырды. Үйге бір коньяк ала кетейікші, деді Қымбат даяршы есептесіп жатқанда. Бүгін үйіне кіргізетінін содан-ақ ұғып, Ақаш кенет дегбірсіздене бастады. Бұл әйел неге бүйтеді? Әлде күйеуімен ажырасайын деп жүрме? Басымды бір әйелге шатып қоймаса жарар еді, деп үрейленді. Бірақ орнынан көтеріле берген келіншектің келбетіне қарап, құмарлығы ду ете қалды. Тоқ балтыр мен томпиған мықын мұны ымдап шақырып тұрғандай еді. Басын баяу көтеріп, тұла бойын тінткендей өрлеп кеп, жанарын келіншектің кеуде тұсына қадады. Сыздап, иеп, сағына аңсап, көйлегін тырс айырып жібере жаздап тыныстайды. Мұның құмарта қарағанын мақтанышпен байқап, келіншек күлім қаққанда, көзі ұшқын шашқандай әсер қалдырды. Ақаш кәдімгі тоқ сойғандай тіретті. Әйелді өз ырқыма көндірсем ау деп отырып, әйелдің сыйқырына өз арбалды. Қымбаттың көркі қайсы бір әйелдердей бет пішінінің әдемілігінде ғана емес, аққұбадан көңір, қоңыр қайлау жүзінде әзіл мен қулықты қатар жасырған күлім көзі әсіресе жарасады. Алайда сымдай түзу тұлғасы, жазық жонарқасы мен жалпақтау бөксесі әйел танитын еркекті айрықша тамсандырады. Тәннің сұлулығынан, нәпсінің тәттілігінен таңданып қойған табиғат-ай десеңші. Бұрын аяқ баспаған қылмысқа тәуекел ету үшін әйел үйге келген соң тағы 2 рөмке коньяк ішті. 3-ші рөмкені Ақаш ішкізбеді. Есін білмейтін әйелді аймалау құшу қиын болатын шығар, деді әзілдеп. Мен есімді кешелі беріп білмеймін. Онда есіміз барда барар жерімізді табайық. Ақаш еңкейе құшақтап, әйелді орнынан көтермелей тұрғызды. Құшағын жазбаған қалпы жатын бөлмеге қарай итермелеп икемдеді. Табалдырықтан ары бері 1-2 адым жерде екен төсегі. Екеуі де омар-жұмар құлады. Өзім, деді Қымбат, Ақаштың дегбірсіздене дірілдеген қолын сыпайы теріп, адам құсап, төсек сап жатайық. Алдымен бет-аузымды жуып келейін. Қымбаттың қойны Ақашты айрықша тәнтетті. Әйелдің мейлінше таза тәннен құмарлық үрлейтін хош иіс аңқып, нәпсі қоздыратын шырын дәм бөлінгендей. Төсінен, мойнынан құныға иіскеп, құшырлана сорғылаған сайын тәтті құдық тереңіне тартып бара жатты. 3-ші мәрте аймалап жатқанда, ашпауға тиіс сырын әйел абайсыз аңғартып қойды. Ойбай жанымай, шын әйел болғаным бүгін шығар, деді алқынып. Сол сөздің желігі құлжынтып, онсыз да жан алып жан беріп жатқан Ақаш әйелді төсек-мөсегімен бүктеп жібере жаздады. Ұйыққа түсіп кетіп, шыға алмай жатқан жолбаршы аласұрып жұлқынды. Сол сәт Қымбат, ойбай ағатай-ай, бұл не сұмдық деп тұншыға шыңғырып жіберіп, ентігін ұзақ басып талмаурай көзін жұмды. Әйелдің тұңғыш рет той аталғанын түсініп, төсегіне Ақаш сылқ құлай кетті.
Шын сырын енді өз айтатынын іштей сезіп, Ақаш Қымбатты әдейі асықтырмады. Бірақ 10 жыл күйеуін құшып, одан 2 бала тапса да, бүгінге дейін айызы қанып, бойы ағытпай келгеніне қатты қайран қалды. Ой жорамалының осыншама дәл келгеніне Ақаштың өзі де таң. Тегі көріп келше дәл басыпты. Қымбат расында күйеуімен ажырасқалы жүр екен. Құда шақырса таныстырығы мен туыстығына күні бұрын сыр білдірмеу үшін ғана екеуі қатар отырыпты. Әйтпесе сол қонақта күйеуінің де болғанын бұл білмепті. Әлі де күдер үзбей кешірер деп келген екен, бірақ үйге бірге қайтпапты. Екеуінің төсекте бас тоғыспағанына тура 4 ай болыпты. Жұмыс істеуіне бөгет болғасын, 2 баласын Қымбат әке-шешесіне ауылға апарып тастапты. Мен еркек басыммен 3 жылда еркін шыдап жүрсем, сен 4 айға зорға төзген екенсің ау, деді Ақаш. Өз айтуына қарағанда, күйеуі Қымбатты көптен алдап келіпті. Екеуінің арасында бүгінгідей қылықты қанығу 10 жылдың ішінде бірде-бір рет болмапты. Әншейін бір өткінші жауындай тасыр-тұсырмен тына қалады екен. Ал дұрысы басқаша болатынын құрбы елдерінен алдақашан естіпті. Сөйткен күйеуі бірге істейтін бір әйелмен бәлен жыл байланысып жүріпті. Ақырында әлгі әйелдің күйеуі екеуін ұстап алып мойындатып, Қымбатқа да келіп бәрін баяндап, екі үйдің шырқын апай-топай бұзыпты. Қазір Қымбаттың ажырасу арызы сотта жатқан көрінеді. Маған енді күйеудің керегі жоқ, 2 бала маман болсын, деп Қымбат әңгімесін өзін-өзі жұбатқандай күйде қорытындылады. Маған сіздің өстіп сүйгеніңіз осы жетеді. Маған да жетеді, деді Ақаш әйелдің құлағына еркелей сыбырлап. Сенің құшағың, өзің, сөзің, тәнің мен қылығың бәрі маған жұмақтай. Сен мен үшін жаралған әйел секілдісің. Маған да солай. Мен мұндай бақытты болып көрген емеспін. Біреуді қымбатты қылу, бақытты қылу өзің үшін де бақыт қой. Ақаш қатты толқып, Қымбатты бауырына тарта аунап кетті. Ашқарақ әлі тойынбаған құшақтар тағы да қауышты. Ақашты сол түннен кейін өзін айрықша сезінген мақтаныш биледі. Маған сіздің өстіп сүйгеніңіз жетеді деп алқынған Қымбаттың үні құлағынан кетпеді. Дүниедегі құпия қызықтың қойын кездейсоқ ашқанына әрі қайран, әрі риза. Әркімнің қолы жете бермейтін, әркім ебін тауып тата бермейтін тәттінің кілтін тапқанына көңілі қошал. Отбасына, бала шағасына еш зиян тигізбей-ақ өмірден өз үлесін ала білгеніне шексіз қуанышты. Қуаныштың дүмпуі ыңылдатып ән айтқызады. Базардан алып келген темір қақпанмен түлкі алады ебін тапқан. Ебін тапқан еркек өтірікті де өтірік еместей айта алады екен. Қымбаттың қасына қонып қалған түні аяқ асты достарымен Қапшағайға барып, солармен бірге сонда қонып қалған болады. Оған әйелі де нанады, балалары да сенеді. Өтірікті өйтіп айта алғанына көңілі тіпті көтеріледі. Құдайдың мұншалық епті қылып жаратқанын бұған дейін өзі де білмей келіпті. Әйелі ауырғалы бері сырттың санатында жоқ, үй ішкілік қана мүлік құсап қалған еді. Әлі әжетіне жарайтын адам екенін Қымбаттың арқасында кенет дәлелдеді. Өмір дегенің қызығы осы екен ғой, дейді іштей тамсанып. Көзін осының бәріне бірақ түнде ашқан Қымбатқа тезірек тағы жолығып, тағы да рахатқа батуды асыға аңсайды. Жүйріктей топтан озған жайраңдайсың, анаңнан айналайын сен тапқан, дейді әннің сөзін оған бағыштап. Бір аптадай қазір кездесудің реті келмей тұр. Ауылдан адам келіп қалды деп жүрді де, бір күні Қымбат қонаққа Ақашты телефонмен өзі шақырды. Жұмыстан кейін шай ішіп қайтыңыз, деді сыпайылап. Ерте келсеңіз ерте қайтасыз. Қонбаған соң қонақ бола ма? Бір-біріне бүтіндей тимейтін біз сияқты адамдарға жарым-жартылай қонақ болғанда қанағат шығар. Қондырмасаң келмейім десеңіз, онда өзіңіз біліңіз, деді де телефонды тастай салды. Қисыны жоқ жерде Қымбаттың қылт ете қалғаны Ақашты біраз абыржытты. Біздей қадалған суық сезік санасын зырт еткізіп түйреп өтті. Ондай әзілді көтер алмаса, онда не болғаны?
Бүтіндей не, жартылай не, үйленбейсің деген өкпесі ме әлде еркелеген сиқы ма? Қалай болғанда да Ақаш сабыр сақтағанды оң санады. Жұмыстан кейін шампаны мен шоколадын алып Қымбат тікіне келді. Ұзын ақшаңқан халаты көлденсіп, есікті Қымбат айрықша көкіректеніп ашты. Бүгінгі кездесуге үлкен мән беріп дайындалғанын Ақаш бірден ұқты. Телефонды тастай салғаннан кейін көңілінде қордаланып қалған күдік сезімдері күртеріп қоя берді. Онысы, мен көруге ынтығып тұрсам, сен қайдағын айтасың деген кейгені болды ғой, деп бағалады. Халатбектің жүргеннің өзінде асыққан ынтықтығы секілді. Жайраңдап дастархан жасапты. Бауырсақ пісіріп, қаз турапты. Ішімдігін, сусынын бәрін даярлапты. Құдды тойға әзірленгендей. Үстелдің үсті көз шалғаннан ақ Ақаштың көңіліне жел бітті. Осынша күтінгені, қадірлегені ғой. Ақаштың келгеніне Қымбат шат-шадыман қуанды. Қылығымен де, сөзімен де. Бұл да сіздің бір үйіңіз, мен де сіздің бір әйеліңізбін дегендей қылық аңғартты. Ақаш ризашылықтан масайрап, айналайын деп қалуға шақ отырды. Төсектегі Қымбат тіпті таңғалдырды. Мына дүниеде Ақаштың құшағынан да басқа бірдемені көрген бар ойлаған адам емес секілді. Бір күн бойы аш байлап, жаңа ғана енесіне жіберген құлынша құнығып аймалады. Сүйісіп ыңырсығаны, керіліп көзін жұмып, созылып аузын ашқаны, бойынан жаны шығып бара жатқандай, көзі шатыңқырап ала сұрғаны, судан шығып, қалып тұншығып барып жатқан балықтай жан таласып бұлқынғаны, соның бәрін көріп жатып, құшағыңа басу нағыз жұмақтың жан рахаты. Өртіне киіп, тәніне балқып кетпеу үшін өзін зорлап суытып, ауып бара жатқан ақыл есінен айырылып қалмау үшін сезімін тежеп, әсерін тізгіндеп, Ақаш та әлектенбеді. Аспанның асты мен жердің үстінде Қымбат екеуінен басқа қыбыр еткен